Сооронбай Шариповичті сайлаудағы жеткен табыстары үшін шын жүрегімнен құттықтадым. Мынау алыс жерде болса да осылай болып кездесіп қалдық. Екіншіден, біз қазір келістік. Екі елдің арасындағы туысқандық, бауырлық қарым-қатынастың бәрін орнына келтіреміз. Ол екі халықтың мүддесі. Шекарадағы болған жағдайдың не үшін болғанын бәріміз білеміз. Сондықтан біз былай деп келістік. Жаңағы жол картасы бар. Екі мемлекет, екі өкімет келіскен. Сол жол картасын қарау үшін ертең бүрсігүні бір топ өкіметтен Қазақстанға келеді. Біздің топпен екеу отырады дағы соған қол қояды. Содан кейін біз уақытша Қордайдың шекарасын ашамыз да, бірақ та екі жақтан контроль қоямыз. Қазақстаннан да, Қырғызстаннан да Евразиястен 3 адам әрбір жүкті қарайды, бірақ өткізе беретін болды. Сондайды біз Қытайдың шекарасында да жасаймыз. Жаңадан сайланған Қырғызстанның президентін Сооронбай Шариповичті мен Қазақстанға ресми сапармен шақырып отырмын. Сол келгенде барлық шаруаны артта тастап, Қазақ пен Қырғыздың арасындағы жағдайды түзететін боламыз деп келістік. Biz урматтуу Нурсултан Абишевич менен сүйлөштүк. Мен рахмат айттым. Мага жөнөткөн куттоосу боюнча абдан жакшы тилектер жөнөттү Нурсултан Абишевич. Мен Нурсултан Абишевичке дагы чынден соолук, ишин ийгилик каалайм. Биздин казак боордош элибизге жакшылыктарды каалайм. Анан биз болгон проблемалар боюнча көп нерсени сүйлөштүк. Анан чечимге келдик. Ошо жана жол картасы бар. Эки өкмөт азыр иштеп атат. Ошону декабрь аягына чыгарабыз. Аягына чыгарып койгондон кийин ошону көп проблема чечилет. Анан ошол чек-арага Евразес, Казак, Кыргыз үч тараптан ошол коймой болдук, көзөмөлдү. Ошону чечтик. Ал проблемалардын баардыгы буюрса келе чечиле турган проблемалар. Ошол маселелер биз тараптан көп маселелер бар. Эки тараптан тең буну баарын чечебиз. Сизге рахмат Абиш. Қырғызстанға, қырғыз халқына ақ тілегімнен басқа еш нәрсе жоқ. Сізге табыс тілеймін. Bir туған елбіз. Bir туғанбыз. Өмірде бола береді, анау болады, мынау болады.